Мына 7 ауру мазалағанда лимон қосылған су ішуді ұмытпаңыз. Аурудан айығу үшін сізге керегі 1 стакан су мен 1 тілім лимон. Пайдалы ақпаратты өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді кеңес беремін. Сіздермен үнемі бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Біріншіден, иммундық жүйені нығайтады. Өздеріңізге белгілі, лимон С дәруменінің аскорбин қышқылы қайнар көзі болып табылады. Суыққа қарсы күреседі. Ағзадағы темірдің оңай сіңуіне ықпал ететін қасиеті де бар. Жалпы алғанда, лимон ағзаның қорғаушы күші десек те болады. Егер суға лимон араластыратын болсаңыз, сусынның құрамында микробты жоятын сипонин заты түзіледі. Нәтижесінде тұмауды, суықты емдеуге қабілетті болып келеді. Тұмау тиіп, суықтап қалсаңыз, дереу лимон қосылған су ішіңіз. Ол қақырықты сыртқа шығаруға көмектеседі. Екіншіден, ас қорыту жолдарының жұмысын жақсартады. Егер ішіңіздегі проблема болса, онда лимон қосылған су ішіңіз. Бұл сусын ішіңізді жүргізіп, ішек жолдарын тазалайды. Үшіншіден, ағзадағы pH балансты реттейді. pH дегеніміз қышқылдықты өлшеуші бірлік. Адам ағзасының әрқайсының pH өлшері әртүрлі болады. Қалыпты жағдайы 0-ден 14-ке дейін болуы керек. Егер сіз лимон қосылған суды үзбей ішіп жүретін болсаңыз, тап осы балансты қалыпты ұстағаныңызға сенімді болыңыз. Мәселен, лимон шырыны қияң ауруының пайда болуына себепші болатын несеп қышқылын ретке келтіреді. Төртіншіден, теріні нәрлендіреді. Таңертең ішкен 1 стакан лимон қосылған су теріге ем болады. Нақтырақ айтқанда, терідегі бөртпені, қара дақты, безеуді лимон суымен кетіруге болады. Лимонның құрамындағы С дәрумені қара дақтың кішірейіп жоғалуына ықпал етеді. Әрі безеуді шығаратын бактерияның көзін жоятын болады. Бесіншіден, ағзаны тазалайды. Лимон қосылған су бауырды тазалайтын білесіз бе? Лимон қышқылы улы токсинді сыртқа шығарып, бауырды толық тазалайды. Сонымен қатар, несеп жүргізетін де қасиетке ие. Несеп арқылы ағзаны бүкіл шлактардан тазалауға қабілетті талап етіледі. 6-шы кеңестен, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Арықтау үшін қымбат дәрінің көмегіне жүгінбеңіз. Бар болғаны, таңертең 1 стакан лимон қосылған су ішсеңіз, өзіңіз армандағандай салмақ иесі боласыз. Өйткені лимон суы ішектің жұмысын жеделдетіп, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. 7-ші кеңес, деміңізді тазартады. Лимон қосылған сумен ауыз қуысын шаюды әдетке айналдырыңыз. Жуық арада ауыздан шығатын жағымсыз иістен арыласыз. Керемет қасиетке ие болу, су ауызды қуысындағы бактерияны өлтіріп, стоматологиялық аурулардан сақтайды. С дәрумені асқазанның саулығына жақсартады. Сондықтан да аш қарынға 1 стакан лимон қосылған су ішіңіз. Таңғы астан соң тағы да осы сусынды ішіңіз. Асқазан ауыз қуысы ауруларын емдейді. Әрі деміңізді жақсартады. Суды қалай дайындаймыз? 230 мг таза суға жарты лимонды саласыз. Аталған аурулардан айығып, өзіңізді жас, теріңізді сұлу қалпына ұзақ уақыт сақтағыңыз келсе, онда үзбей лимон қосылған суды ішіңіз. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.